келдіңдер. Ең алдымен балалар орнымызға отыру үшін біз топқа бөліну керекпіз. Ол үшін біз алдымен мына жерде берілген билет пен паспортты барлығымыз келіп аламыз. Сол жерде рейс номерлары жазылған, сол бойынша топ-топқа отырамыз, 3 топқа. Келіп ала қойыңдар. Рейс номерін қараймыз. Бірінші номер, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Жылдам отыра қаламыз. Бұл аяқ ұшырында. Бірінші тобымыздың аты бізде Бәйтерек тобы, екінші тобымыз Ақорда тобы, үшінші бізде Хан Шатыр тобы. Енді балалар, ең бірінші психологиялық ахуал туғызу үшін барлығымыз тақтаға қараймыз. Сканерлеу әдісі арқылы барлығымыз мына өлеңді бірге оқып шығамыз. Қараймыз. Енді балалар, мен келесі ретте сіздерге кез келген сөздің жалғауларын әдісі арқылы мына өлең жолын бірге қайталаймыз. Ұстан жолы қиындырақ басқадан, сырлар көзсізға іші барам. Шапшаң шапалы сөздің бойында, қандай ашымақтың масарам. Енді балалар, мен мына сөздердің кейбір жалғауларын алып тастаймын, бірақ осы өлең жолын келіппіз. Бір қарап аламыз. Қарадық па? Жалғауларын алып тастаймын, тек бір сөздің бір әріпі қалады. Bir қарап алыңдар. Қарадық па? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі бізде үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы бойынша оқулықтағы 66-67 реттегі мәтінді оқып келу керек болғанбыз. Енді мен үй тапсырмасын сіздерге жаңа мынандай билет бердім ғой. Сол билеттің атын қараймыз, түгеліміз қараймыз. Кімде сұрақ жазылған, сол сұраққа жауап берсек. Бұл үй тапсырмасы бойынша болады. Айта ғой, Әлижан, сұрағың болды, соған жауап беремін. Ақмола деп қай жылдары аталды? Ақмола деп қай жылдары аталды? 1992, 1998 жылдар аралығында. Жақсы, отыралым. Келесі. Қала тұрғындары деген орналасқан мал шаруашылығымен, жер өңдеумен. Мал шаруашылығымен, жер өңдеумен Айсұлтан. Қала тарихы қай жылдан басталды? Қала тарихы 1830 жылдан басталды. Жақсы, Айым. Мәтіндегі сөздер автомобиль жолы, ірі сауда орталығы. Жақсы, отыра ғой, бар ма? Кімде бар ғимарат? Жақсы, отырамыз балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Біз бүгін Алматы қаласынан Астана қаласына білім саяхатына ұшамыз. Енді қазір біздің ұшағымыз Алматы қаласында тұр. Біз Астана қаласына жету үшін бірнеше тапсырмаларды орындау арқылы Астана қаласына қонатын боламыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Астана, әсем қала. Енді сабақтың мақсатын түсіндіріп өтсем, мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру арқылы мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Екінші мақсатымыз тілдік бағдарда біз өткен неологизм, термин, бүгін өтетін диалект сөздердің қолданыс аясын түсіну және бір-бірінен ажырата білу. Енді балалар, тілдік бағдар ретінде бізде диалект сөздер берілген. Диалект сөз дегеніміз не? Тыңдаймыз. Диалект сөз дегеніміз белгілі бір жердегі тұрғындардың қолданылатын сөздері. Бұл тілде жалпы халықтық сипат алмаған. Тек қана белгілі бір жерлерде, аудан аймақтарда қолданылатын сөздерді біз қандай сөздер дейміз? Диалект сөздер деп айтамыз. Диалект сөздер дегеніміз түрліше болып келеді. Мысалы, балалар, Батыс Қазақстанда, Шығыс Қазақстанда, Оңтүстік Қазақстанда бір сөзді әртүрлі
атауы бір сөз. Осындай сөздерді біз диалект сөздер деп атаймыз. Болды. Келесі балалар бізде тыңдалым бойынша бейне материалды тыңдамас бұрын мен сендерге қазір тапсырма беремін. Бұл тапсырманы әртүрлі сөздер берілген. Осы сөзді қараймыз да бейне материалдың ішінен бұл қандай сөз, қандай ақпарат айтылғанын іздеп отырамыз. Алдымен мен таратып шығайын. Видеоны тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз балалар. Бәйтерек Астанадағы архитектуралық шоғыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы, елорданың ең көрнекті ғимаратының бірі. Сол жағалау тура ортасында орналасқан ескерткіш жүйелі қалалық ансамбльдің бірі, яғни қазақ елі монументі, бейбітшілік және келісім сарайы, ақорда президент резиденциясы, Бәйтерек монументі, қаншақты сауда ойын-сауық орталығын бір сызықтың бойына жіпке маржан күйінде үйлестірген ғажайып жобаның бір бөлігі. Сәулетті сол жағалаудың тарихы Бәйтерек монументінің салынуымен басталады. Құрылысы 1996 жылдың 27 қазанында басталған монумент 2002 жылдың 30 тамызында халықтың пайдалануына берілді. Жобаның сәулетшісі Ақмырза Рүстембеков болса, негізгі идеяның авторы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының өзі болатын. Бәйтерек әлемдегі ешқандай ескерткішке ұстамайтын ерекше құрылыс. Оның жалпы биіктігі 97 метр. Бұл елордамыздың Алматыдан Астанаға көшкен жылы бейнелейді. Ал үстіндегі шарды қосқанда жалпы биіктігі 105 метрге дейін жетеді. Ал балалар бейнематериал тыңдап болсақ, жаңағы таратқан қағаздардағы сөздерде бейнематериалдан ақпарат беруге кімде қандай сөз бар? Әлижан айта ғой. Қандай сөз берілген? Сол жағалау. Сол Астананың сол жағалауында Бәйтерек орналасқан. Бәйтерек орналасқан. Жақсы бар ма? Кімде бар? Асата. Бәйтерек әлемде ешқандай ғимараттарға ұқсамайтын жалғыз ғимарат. Оның жалпы биіктігі 97 метр, ал үстіндегі шарды қосқанда 105 сантиметр. Жақсы, метр, иә? Келесі Нұрпия. Ең көрнекті. Астанаға ең көрнекті жер ол Бәйтерек. Келесі кімде бар? Кімде бар? Әлімжан. Бәйтерек ғажайып жобаның бір бөлігі. Бәйтерек қандай сөз берілген? Ғажайып жобаның бір бөлігі айым. 97 метр. Бәйтерек монументінің оның биіктігі 97 метр. Жақсы, отырамыз. Жақсы балалар, тыңдалым мәтінін түсіндік ойлаймыз. Жақсы балалар, енді біз топтық тапсырма орындайық. Алдымен мен бақылауға сіздерге осындай президентке мадақтама артында балдар жазылған ортаға қоямын топ-топқа қанша бал алдық өзімізді бағалап отырамыз. Сабақ соңында санайтын боламыз. Бізде бірінші топтың тапсырмасы, бірінші топ бізде Бәйтерек тобының тапсырмасы лотерея әдісі бойынша мәтінді оқып дұрыс жауабын табамыз. Мәтіннің қай сұрақ берілген жанындағы цифрды дұрыс жауапқа жазамыз. Түсінікті ма? Барлық сұрақтың жауаптарын жазып шығамыз. Орындай береміз. Келесі. Екінші топтың тапсырмасы бізде ақорда тобының тапсырмасы. Мәтін берілген ақорда туралы сұрақтар берілген. Сұрақтың жауаптарын астына жазбаймыз, тек түстері бойынша бояймыз. Мысалы, бірінші сұрақ Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы деген сұрақ сары түспен белгіленсе, жауабын мәтіннің ішінен сарыға бояймыз. Үшінші топ бізде қаншатыр тобында суреттер сөйлейді әдісі бойынша балалар мынандай суреттер таратамын. Барлығы Астана қаласына байланысты суреттерді сөйлетеміз. Шағын мәтін сұрап айтамыз. Енді балалар дискрипторға назар аударамыз. Барлығымыз бері қалаймыз. Жалпы бал 3 бал. Негізгі ақпараттарды анықтайды, суреттермен танысады, мәтін құрайды. Барлығы 3 балдан берілген. Орындаймыз. Балалар топтық жұмыс дайын болса, бірінші топ бізде
лотерея әдісі бойынша айтамыз. Мамед идеясымен жетесілер. Жауабы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Құрылыс кезінде жерге орналастыруға жұмыстардың алаңы қанша метр болды? Жауабы 8600 метр. Үшіншісі қасиетті самұрық құсы ұмтылатын өмір діңгегі. Жауабы аңызға сәйкес бәйтерек. Биіктігі неше метр болды? 97 метр болды. Жақсы, отыра ғой. Өзімізге 3 балдан қоямыз. Келесі екінші топ бізде ағылымдатылының сұрақтарға жауап бере ғой. Ғимараттың жалпы ауданы қанша шаршы метр? Ғимараттың жалпы ауданы 3.036.720 шаршы метр. Келесі бізде резиденция құрылысы қай жылы басталды? Резиденция құрылысы 2001 жылы басталды. Жақсы балалар, өзімізге 3 балдан қоямыз. 3 балдан аламыз, өзімізге қоямыз. Үшінші топта бізде суреттер сөйлейді әдісі бойынша қолымыздағы сурет сөздерді сөйлетеміз. Мен сөйлетіп ақмола. Астананың ең алғашқы есімі Ақмола болған. Жақсы, келесі. Менің сөйлетім Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргі Қазақстанның президенті. Келесі 6 шілдеде Қазақстан Республикасының күні. Астана күні. Келесі аяулым. Менің сөйлетім Ханшаттар. Ол Астанадағы ең әдемі ғимарат. Айсұлтан. Менің сөйлетім бәйтерек. Бәйтеректің жалпы биіктігі 97 метр, ал үстіндегі шарды қосқанда 105 метрға жетеді. Жақсы балалар, өзімізге 3 балдан қоямыз. Бізде бүгін жеңілдіктер бар. Егер сабақта өте жақсы белсенді қатысқан оқушыларға сабақтың соңында жеңілдік купоны беріледі. Бұл жерде бұл келесі сабаққа арналған купон. Келесі сабақта мысалы қалаған орынға отыру, плюс 1 балл, одан бөлек үй тапсырмасын орындамау сынды жеңілдік купоны бар. Бұл келесі сабақта жүзеге асырылады, егер бүгін ұтып алған жағдайда. Біз бір тапсырма орындадық, енді кішкене жолымызды ұзартамыз. Келесі бізде екінші тапсырма жұптық жұмыс егепеден орындаймыз. Бұл жерде қолындағы фонарик әдісі арқылы төмендегі тақырыпқа байланысты сөздер ойлап табамыз, және де бұл берілген мысалдардан диалект термин сөздерді астын сызамыз. Инспектор берілген сөздерден термин диалект сөздерді табу 1 балл, жалпы тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді ойлап табу жалпы балл, бұл тапсырмаға 4 балл беріледі. Балалар, енді жұптық жұмысты орындап болсақ, қорғайды, кім айтады? Төмендегі тақырыпқа байланысты жаңа сөз ойлаңыз. Әлеуметтік желі. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, ВКонтакте, Telegram. Жақсы, бұл әлеуметтік желіге қатысты сөздер болатын. Мейрамбек, қандай нелер берген? Термин сөздер. Графика, биология, энергия. Термин сөздерге жатады. Келесі. Дәлел сөздер. Сым, сүлгі, дарбыз, әпшек, удағай. Жақсы балалар, жұптық болып орындаған тапсырмаларымызға айтайын. Мынау сөздердің астында термин сөздер графика, дарбыз, биология, энергия, валюта. Жақсы балалар, осы жұптық тапсырмаға өзімізге қанша балл еді бізде? Жалпы балл 4 балдан қойып шығамыз. Балалар, бізде келесі үшінші тапсырма жеке жұмыс әркім өз орындайды. Бұл жерде жекелік тапсырма жалпы балл 3 балл берілген. Бұл жерде диалект сөздерді тауып 3 сөйлем құрастыру бар. Астана туралы диалект сөзді пайдалану шағын мәтін құрастыру бар, және Астана туралы өлеңнің 2 жолы берілген, шумағын жалғастыру сынды деңгейлік тапсырмалар бар. Қазір мен таратып шығамын, орындаймыз.
тапсырма жеке жұмыс болатын, орындап болсақ қорғайық. Астана қаласына арналған өлең шумағын жалғастыру болатын. Кім айтады бізде, кім бар? Аят бастай қой. Астанаға қарайшы, білім жүз қаласы, әсем қала, Астана, көрікті жай басқала. Екінші, ардақталды Астана, мәртебелі басқала, көрікті мен Астана, ел басқатанға. Жақсы, өте жақсы, отыра ғой. Келесі. Өлең шумақтар кімде бар? Өлең шумағы. Айым айта ғой өлең шумағы. Елорда мен Астана осындай жаңа бастама ескерткіші, толы жер, әдемілігі мол жер. Астанаға қарашы, елінің жас қаласы, керемет қала елінің мақтанышы жерінің. Жақсы, кімде бар? Өлең шумақтары. Әлімжан. Елордама мен Астана, осындай жаңа бастама, менің елордама, Астанама қарашы. Елінің жас қаласы, Астана сұп-сұлу Сондай жақсы. Жақсы балалар, басқа да уақыттың аздығына байланысты тапсырмаларымызға сай бал қоямыз. Бізде жалпы бал 3 бал. Кім тапсырманы орындады, өзімізге 3 балдан нәтижеден алып қоямыз. Балалар, біз бүгінгі сабақ бойынша 3 тапсырма орындадық. Біз енді Астана қаласына жетейін деп қалдық. Енді қосымша бір тапсырма бар, содан кейін бұйыртса біз Астана қаласына қонатын боламыз. Енді балалар, бізде бекіту тапсырмасы берілген. Қосымша тапсырма, бекіту тапсырмасы берілген. Learning Apps платформасы арқылы берілген тақырыпқа сай сөз жұмбақ. Бірінші балалар қараймыз. Бірінші сұрақ: біз өмір сүретін мемлекет дейді. Қазақстан. Жазайық қазір. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Енді бізде үй тапсырмасы Астана туралы ақпарат жинау, Астана ел мақтанышы тақырыбында үйде келесі сабаққа есе жазып келеміз. Енді балалар, бізде кері байланыс барлығымыздың қолымызда бағана берген ұшу паспорты бар ғой, бар ма? Соның ішін ашсаңыздар, мына жерде аты жөні, жаңа сабақтан алған әсер, кері байланыс және де бүгінгі сабақтан алған ұпай саны жазылған. Соны балалардың жазып отырамызда билетімізді ішіне салып, білім поштасының ішіне әкеп бұлай саламыз. Саламыз болса. Енді сабақтың соңында бүгінгі сабаққа белсене қатысқан оқушыларға бағанағы айтқан купондарымды таратып берейін. Бұл жерде жеңілдік купон бізде сабаққа белсене қатысқан Айым, Әлімжан, Абзалұлы, Мейрамбек, Аят және Алижан. Бұл купон келесі сабақта жүзеге асырылады. Енді балалар, біздің ұшағымыз аман-есен Астана қаласына қонды. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.